Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге оңай және тез дайындалатын мейіз қосылған печенье рецептісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысқа бөлме температурасындағы сары май мен шекерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын массаға жұмыртқаларды біртіндеп қоса отырып араластырамыз. Енді массамызға қопсытқыш пен шымшым тұз саламыз. Ұнды аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа печеньеға қосатын мейізді салып, үстіне ұрпақ себелеп араластырып аламыз. Мейіздің мейлінше майда болғаны дұрыс. Егер мейіз ірі болса, онда екіге бөліп қосуға да болады. Енді мейізді массамызға қосып араластырамыз. Массамыз дайын болған соң кондитерлік немесе кәдімгі целлофан қалтаға құйып аламыз. Енді темірге пергамент қағазын төсеп, оның бетіне печеньеларды видеода көріп отырғандай араларын алшақ етіп құямыз. Мен печеньелардың бетін видеода көріп отырғандай суланған шай қасықпен бастым. Печеньеларды бұлай баспаса да болады, ол ыстық температурада өзі жайылып пісетін болады. Печеньеларды алдын ала қызып тұрған 160 градустағы пеште 8-10 минуттай шамасында ұстап пісіріп алдым. Міне печенье осындай жұмсақ, дәмді болып пісті. Сіздерге де осындай печенье дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Базила.